Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге телефон арқылы немесе ноутбук арқылы өздеріңіздің арестеріңіздің бар жоғын тексеруді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің арнама тіркел, лайк бас, комментарий жазып қолдау кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Телефондарыңызға немесе ноутбуктарыңызға осылай гуглдарыңызға iSoft реестр должников деп жазып аласыздар. Және ең бірінші шыққан iSoft әділет gov.kz деген базаға кіресіздер, яғни борышкерлердің және шығу уақытша шектелген борышкерлерді тексеру деген бассыздар. Бұл жерде юрлицоны, физлицоны тексеруге болады. Бізде қазір физлицоның инін жазатын боламыз. Ин деген жерге егерде арест бар жоғын тексеретін адамның инін жазасыздар осы жерде. Жазып болған соң найтиді таңдайсыздар. Сіздерге төменгі жаққа қанша арестеріңіздің барлығын шығарып береді. Осы жерде әрбір арестке кіріп өздеріңіз таныссаңыздар болады. Бұл жерде қай күні және уақыты барлығы, кім қойған аресті барлығының номері шығып тұрады, уақыты шығып тұрады, телефон номері, электрон почта барлығы шығып тұрады. Осылай танысалсаңыздар болады. Және де должник дегендегі өздеріңіздің имя отчестволарыңыз шығып тұрған жердегі көк болып тұрады. Соны басасыздар. Сіздерде арестеріңіздің полный қай банкте немесе займнан қарыздарыңыз бар, соны шығарып береді осы жерде. Міне, осылай жазсаңыздар, қанша сума қарыз екендеріңіз шығады және қай уақытта қойылған уақыты, қандай компания қойған барлығы осы жерде шығып тұрады сіздерде. Және ход производства деген жерде на исполнение болып тұрса, бұл жерде сіздердің арестеріңіз шешіледі деген сөз. Әрі қарай осылай әрбір арестеріңізге кіріп танысып алсаңыздар болады. Қай банк, қай займ қойған барлығын, қанша қарыз бар екенін. Және бұл жерде өздеріңіз файл түрінде алсаңыздар да болады информация жөнінде. Ол үшін төменгі жақта печать деген тұрады. Соны таңдап аласыздар. Печать етіп PDF форматта алсаңыздар болады осылай. Әрі қарай видеомыз бізде арест шешу жөнінде видео қаласаңыздар, бұл видеоға көптеп маған қолдау білдіріңіздер. Сол кезде сіздерге мен арест жөнінде сабақ түсіретін боламын.